Түнгі мал жайлау, түнде де жылқылардың шөптерін, жемдерін қайтадан бір қарап, толтырып салып қоямыз. Бұлардың жақсы болғаны, күйлі қуатты болған бізге де жақсы. Қалайсыңдар, жабағылар? Жабағылай жастайлар жардай бір атам болған жер. Шабысымен тай етең, жарлысымен бай етең. Боташығы бұзаудай, бос сазаны тоқтыдай, бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған. Қайранда менің еділім дей ма? Біздің жырау бабаларымыз қаздуған жырау. Жабағыларымыз қойғылар біздің. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп абай атамыз айтпақшы. Күндізгісі күндізімен, түнгісі түнімен. Бұлардың жай-күйін қарап жүрміз. Әлбетте, бірінші өзімізге қажетті дүние болған соң. Біздің жақта тағы аяз көтеріліп тұр. Күн суық, күн суытты. Биыл қыстың жайы жайылымдағы жылғыларға сәл ауырлау болып тұр. Десе де Құдайдың күнімен таласпаймыз. Әр нәрсе уақытымен, ретімен, есебімен болады. Сондықтан Құдайдың бұл көрсеткен күніне де, бұл көрсеткен түніне де шүкір дейміз. Бұлар енді қорада тұрғандар ғой.